қонады. Бесіктің сәбиге пайдасы. Біріншіден, қол-аяғын ербеңдетіп бос жатқан сәбидің ұйқысы тыныш болмайды, сөйтіп ұйқысы қанбаған баланың зердесі толық жетілмейді. Мысалы, баланың қолы бос жатса, кішкентай ғана дыбысқа шошып кетіп, қол-аяғының қозғалысынан оянып кетеді. Екіншіден, баланың мазасыздығы ананың психологиясына әсер етеді. Бұндай жайсыздық сүт арқылы сәбиге беріледі. Сондықтан бесікке жатпаған немесе құнтақталмаған бала болашақта сабырсыздау болады. Үшіншіден, сәбидің тұла бойы таза болып, тазалыққа бой үйренеді. Денесіне дымқыл, сыз дарымайды, құрғақ жатады, сырттан келетін кері энергия мен шаң-тозаңнан сақтайды. Төртіншіден, бесік белгілі бір ырғақпен ғана тербетілгендіктен баланың жүйкесі бір жиі тәртіпке түседі. Бесіншіден, бесіктегі балаға бесік жыры ана әлдей айтылады. Өнегемен, тәрбиемен өрілген өлең жолдары